Сәлем қымбатты менің оқырмандарым. Бүгін біз сіздермен осындай әп-әдемі творожный пирог жасап үйренетін боламыз. Мен каналымнан алыстамаңыздар, мені қолдап кетіңіздер. Творожный пирогымызға керекті бізге енді ұнымызды елеп алдық. Разрыхитель қостық. Енді майымыз морозилкадан шыққан болатын. Осы майымызды теркадан өткізіп, осыған қосамыз. Майымызды теркадан өткізіп жатырмыз. Осылай майымыздың бәрін өткізіп аламыз. Ұнымыз қашан әдемі болғанша. Мінекей біздің ұнымыз бен майымыз араластырып болдық. Разрыхителін қосып қойғанбыз. Кішкене тұз салуды ұмытпаңыздар. Енді осының үстіне шамалап шекер саламыз. Шекермен жақсылап араластырып аламыз. 3 жұмыртқамыздың сары уызын қостық. Ақ уызын бөлек алып қойдық. Қазір осы ақ уызды творожныйдың өзіне қосатын боламыз. Енді қамырын илейміз. Қамырымызды илеп болдық. Енді осы қамырымызды 20 минутқа холодильникке қоямыз. Одан кейін пирогтың формасына салып, әдемілеп форма жасап шығарамыз. Жұмыртқамыздың ағын бөліп алған болатынбыз. Енді соған шекер, мінекейіңіздер, одан кейін творог, қаймақты қосып араластырамыз. Жұмыртқаның ағына шым-шым тұз қосуды ұмытпаңыздар. Енді осыны взбить етеміз, миксерлейміз. Мінекейіңіздер, жұмыртқамызды көпіртіп алдық, шекері екеуін. Енді осының үстіне қаймағымызды қосып алдық. Енді қаймағымызды араластырамыз. Оның үстіне творог саламыз. Жақсылап араластырып алыңыздар. Қаймағымыздың үстіне творогымызды қостық. Енді осыны араластырып әдемі масса шығарамыз. Творожный массамыз дайын болды. Енді осы творожный массамызды қоямыз да, енді қамырымызды жайып, ыдысымызға, қалпымызға саламыз. Біз қамырымызды салып формаға реттеп қойдық. Енді осының үстіне творожный массамызды құлпынаймен араластырып саламыз. Мінекейіңіздер біздің құлпынайымыз. Мынау біздің массамыз. Енді осы екеуін араластырамыз. Құлпынайымыз бен массамызды араластырып жатырмыз. Арасында құлпынайлар бар. Енді осыны алып формамызға саламыз. Бисмилла. Көріп тұрғандарыңыздай формамызға салып жатырмыз. Начинкамыз дайын. Енді осыларды құлпынай араласқан начинкамызды бір тегіс қылып жайып шығамыз. Арасында құлпынайлар көрініп тұр. Қарағандарыңыздай начинкамыз бен құлпынайымыз, тестамыз бәрі бір қалыпты шықты. Енді осыны реттеп 200 градус пешке пісіріп аламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды, творожный. Барлығыңызға ас болсын. Мен каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.